Сәлем достар, бүгін біз сіздермен оңай әрі тез жасалатын пирог жасаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең бірінші 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне қопсытқыш қосамыз, ванилин қосамыз, және қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Миксермен қанты ерігенше жақсылап араластырасыздар. Миксерлеп болдық. Енді үстіне бөлме температурасындағы айранды қосамыз. Енді қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Араласып болғаннан кейін үстіне ұнымызды қосып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Ато сразу миксермен араластырсаңыз, оныңыз жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Сол себептен бірінші қасықпен араластырып, оның барлығын салып болғаннан кейін, одан жақсылап миксермен миксерлейсіздер. Міне кекстің қамыры осындай сұйықтықта болады. Енді духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Енді өзіңіз қалаған қандай форма бар, соған салып пісіресіздер. Мен диаметрі 20 формаға пісірдім. Міне пирогымыз дайын болды. Өте оңай жасалады, үйде бар заттармен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне ортасы осындай болып шыққан. Келесі менен қандай рецепт күтесіздер, пікірге жазып кетіңіздер.